Әміржан, тұрсаңшы. Әле мектептен келгенше сыйғап қайтайық. Ей, мұна бала әлі ұйықтап жатыр ма? Жоқ, тұрдым әке. Әкемнің дауысты хабарламасын жазып қойғанмын. Неге таң атпай оятып жатсың? Сен үшін таң сағат 10 болса, таңғы 7 не болды? Әзілдемеш болды. Тезірек кейін, әле мектептен келгенше сыйғап қайтайық. Да, шеф. Ол келді. Оның қолындағы флешканы қалайда қолға түсіріп, тез арада маған жеткізетін болыңдар. Болды, түсіндім. Әлет, саған кешегі кітап ұнады ма? Иә, басында қызық емес сияқты көрінді, бірақ ортасына келгенде тоқтай алмай қалдым. Маған да солай болды. Әсіресе Баскекбөрдің орманға жалғыз кеткен жері ұнады, қорықпайды екен. Қорықпайды дейсің бе? Ол іштей қорықты ғой, тек достарын құтқару үшін ғана барды. Иә, рас, сол жері маған ұнады. Ол батыр болу үшін күшті болу міндет емес екенін көрсетті. Не дейсің? Батыр болу үшін күштің керегі жоқ дейсің бе? Иә, Сонда оны батырлық емес пе? Қазақта мақал бар, білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Келіңдер онда, екіге бір төбелесейік. сен барып көшедегілермен төбелесе бер. Біз білімімізді жаңартуға кетіп барамыз. Қайда? Бұрыштағы ойыншық пен кітап сататын дүкенге барамыз. Ол жерде спорт туралы кітаптар да бар ма? Иә, Онда мен де сенімен бірге барам. кеттік. Екеуің неге телефоннан бастарыңды көтермейсіңдер? Ауаға айтып жатырмын ба? Телефоның өшіп қалды ма? Неге бізге тексересің? Мәселе телефон өшкенде емес, біз айналаға назар аударуды қойдық. Өзің аудара берші, менің қазір уақытым жоқ. Достар, ең болмаса мына дүкенге кіріп шығайықшы. Болмаса, мен үйге қайтып ойнақпын. Менің да уақытым жоқ. Мұғалім мектептегі терезенің кімнің сындырғанын білгісі келіп жүр. Жарайды, кірсек кіріп шығайық, бірақ ұзақ уақыт емес. Жарайды, жүріңдер. Саламатсыздар ма? Біздің дүкенге қош келдіңіздер. Саламатсыз. Сіздерге консультация берсем қарсы емессіздер ме? Жоқ. Жарайды. Біздің дүкенде ойыншықтың кез келген түрі бар. Бағасы 100 теңгеден 300 мың теңгеге дейін. Кішкентай балалардан бастап ересектер ойнайтын логикалы ойыншықтар бар. Айтпақшы, бізде кітаптар да бар. Адам баласы үнемі дамуы керек. Сол үшін үздіксіз оқуы тиіс. Сондықтан бізде кез келген жасқа арналған кітаптар бар. Атсай! Ей! Жарайды, біз сізді түсіндік. Жақсы, көмегің керек болса менен сұрасаңыздар болады. Әли аға, мына ұнатақ қалай? Сен шындысың ба? Ол қыз ғой? Қыздар да машина айдайды ғой. Сен случайно өзің гештальттерін жауып жатқан жоқсың ба? Гештальт деген не еді? Соны да білмейсің ба? Гештальт деген сенің армандаған заттарың, эмоцияларың, бірақ оған қолың жетпеген. Ой, ондайым жоқ. Қайдам, әлиян пайдаланып қол жеткізейін деп жүрген шығарсың. Айтпайтыным жоқ сен. Шынымен?
Иә, мүмкін. Кеш заттарын жазсам ба екен? Әміржан, таптым. Сәлеметсіз бе? Сізге көмегім керек пе? Здравствуйте, не надо, если что, я вас позову. Жоқ, сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Мен сізге көмектесемін деймін. Я вас понял, если что, я вас позову. Көмегім кереңіз деп айттым. Хорошо, мен кеттім. Какая-то странная продавщица. Мынау Бақшы Жамал кітабы сол замандағы қазақ қыздарының теңсіздігі, еріксіз неке және ескі салт-дәстүрдің зардабы жайлы. Иә, мен бұл кітапты оқығанмын. Міржақып Дулатұлының романы емес пе? Иә, дәл өзі. Бақытсыз ана мынау деген не кітап өзі? Одан да мынаны оқымайсыңдар ма? Иә, жақсы кітап сияқты. Таңдауың жақсы екен. Енді бұл кітаптың суреттерін қарап қоймай, әріптеріне де кішкене назар аудар. Ал енді бастаймыз ба? Әлде бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты. Тағы да бір код енгіз көрейін. Біздің робот әлі толықтай емес қой. Тағы да жетті. Қане есен түсірмеш, қайтадан көрейік. Саламатсыз ба? Сізге қандай көмек көрсете аламын? Мені көзге ілмей кетті ма? Саламатсыз ба? Сізге қандай көмек көрсете аламын? Менің миымды ашпашы, сол үлкен көмек болады ма? Әу, көке! Ешнәрсе демейсің ба? Маған айтып тұрсың ба? Басқа біреуді көріп тұрсың ба? Әлжан, қойшы, үлкен кісі ғой. Аға, енді кішкентай бала ғой, не істеп, не қойған әлі білмейді. Екеуің араласпаңдар ше. Біткен жеріңіз осы. Мені ойыншық пистолетпен қорқытпақсың ба? Атақ дух жете ма? Здесь что-то не так. Оқымдау шықты ма? Қатты атылатын ойыншық пистолет шығар. Мүмкін. Мүмкін алармыз? Мынау күшті ғой. Достар, мына жерде бір нәрсе дұрыс емес. Құмаш қайдағын айтпай. Оқтың даусын естідім. Қаланың ортасында кім оқ атады? Мүмкін. Ағай, мен ештеңе байқамадым. Ештеңе көрмедім. Ағай, мен кете берейінші.
Кеттік, солға қарай бұрылыңдар бәрі. Түс. Тез. Ағай бізді жібере салсыз ба? Я, жарайды. Шынымен бе? Я, шынымен. Жарайды. Енді шыға берсеңдер болады. Тағы кімнің шыққысы келіп жатыр? Это бесчеловечно. Почему мы должны смириться с этим? Біздің қолымыздан еш нәрсе келмейді. Ол үлкен, ал біз көппіз. Ана мойындарындағы не зат екенін білесіңдер ма? Не зат соншама? Қазір көрсетемін. Тағы дауыстарың шығатын болса, сендерге мен көрсетемін. Тағы нені дұрыс демедік, түсінбеймін. Мен де есебім дұрыс. Мүмкін чек тапсырып көреріңіз. Ол чипті қайдан аламыз? Білмеймін, заказ өте қымбатқа шығып кетеді. Мүмкін мына рациядан алып көрерміз. Ол кез келген реакцияны қабылдайтын аппарат емес па? Иә, дәл өзі. Ол бізге керек. Бізге робот керек деп. Жарайды. Қол! Шаршап қолдың. Шаршаған нес? Әділетшін кет. Жақында қол. Жарайды. Аға, бізде қиын жағдай болып тұр. Не болып қалды? Қазір 1 минут. Бізде 1 секунд уақыт жоқ. Ағай қаланың ортасына ойыншықтар дүкенінде біздің досымыз және тағы да 5-6 баланы ұрлап кетті. Қаланың ортасында? Иә, Ойыншықтар сататын дүкен дейсің ба? иә. Ағай, неге күліп жатсыз? Көмектесейік деп сізге келіп тұрған жоқпыз ба? Қанша уақыт бұрын ұрланды? 30 минут бұрын. Балалар, сендер жалған ақпарат беруді қашан қоясыңдар? Біріншіден, полиция бөліміне балалар ұрланғандығы жайында ешқандай хабарлама келіп түскен жоқ. Екіншіден, сендер полицияға жалған ақпарат бергендерің үшін жауапқа тартылатындарын білесіңдер ма? А? Сұлтан, сен мойныңдағы чипті алып көрейікші? Амбайды қанша реттірсің? Балымы, сен кілінесің, соты кенгенне кірді. Мен ба? Егер екі көздерін телефонда болмаса, мүлдем кірмес едік. Қойыңдаршы, оданша қалай шығатынды ойласаңдаршы. Как ты, брат? Шамал, мойным ауырып тұр. Не переживай, сейчас боль пройдет. Не істейміз, қалай шығамыз, план құрайық. Я пас, лучше подождем спасателей. Әлияға сыйлық ала алмай қалдық қой. Бейшара бүгін сыйлықсыз қалатын болды. Адамыз тығырықта отқан кезде айтып жатқан қарыш. Бала, менде рация бар. Прием.
Флешка қайда? Флешка қайда деймін саған, Қайда флешка? Сен сөйлей алмайсың ба? Мына жерде мыңқаулар түсінетін біреуің бар ма? Я понимаю. Ерге. Сұрашы мынадан флешка қайда деп. Не айтып кеттіңдер сендер? Сейчас. Сенің орысшаңды аударатын адам керек па енді бізге? Он сказал, что спрятал это внутри игрушки на 3-й полке. Сол кезде артынан такси ұстап қуымыз керек еді. Соны ашашы, енді не істейміз? Білмеймін. Мүмкін оқиға орнына қайтып барамыз? Неге? Киноларда қылмыскерлер оқиға орнына қайтып барады ғой. Иә, айтпақшы, сенің шамалы ақылың бар екен ғой. Таяқ дейсің де. Әзілдеп жатырмын ғой. Прием. Не тауыз? Кім бұл? Рацияда шығып жатыр ма? Прием. Сіз шынымен адамсыз ба? Иә. Мен ұзақ сөйлесе алмаймын. Бізді ұрлап кетті. Бір складта отырмыз. Полицияға хабар бере аласыздар ма? Шынымен бәзілдеп жатқан жоқсыздар ма? Жоқ. Тезірек хабарласыңызшы, өтініш. Түсінікті. Мен әкемнің полицияда жұмыс істейтін досы бар, соған звондаймын. Алло. Сәлеметсіз бе, Дастан аға? Балдар звондап бізге айтып жатыр, бізді ұрлап кетті деп. Сабина, ондай әзілдеріңді басқа жаққа звондап айтыңдар, түсінікті ма? Менің сендермен ойнап отыратын уақытым жоқ. Араларында екшеуің қазір бір маңызды миссияға барасыңдар. Миссияны жақсы орындасаңдар, менен түскі ас болады сендерге. Сен, екеуің бауырсыңдар ма? Сен барасың. Мен де барамын. Тыныш отыр сен. Сен. Доссыңдар ма? Иә. Құманың бағманы. Мынауың ақсау ғой. Екеуің барасыңдар. Ал сен отырасың. Егер қашып кетіп, біреуге айтатын болсаңдар, достарыңды мүлдем көрмейсіңдер. Сендер үшеуің, жүріңдер. Бол, тұр.
жақсы ма? Жақсымын. Келді. Кім? Сен айтқандай қылмыскерлер оқиға орнына келді. Не істейміз? Менде бір идея бар. Сен машина айдай аласың ба? Ой, смело ғой, көзіңді жұмып айдай алам. Жарайды, онда бұлай жасаймыз. Үшеуің мына үшінші қатардағы ойыншықтарды ақтарып, флешканы табасыңдар. Таппасаңдар оңдырмайым. Қашатын болсаңдар, не істейтініңді білесіңдер. Түсіндіңдер ма? Түсіндік. Аға, флешка деген не? Мен де білмеймін. Сендер флешка деген не екенін білмейсіңдер ма? Флешка деген мынандай зат. Түсіндік. Бар, табыңдар. Тез. Балалар, менде жақсы жаңалық бар. Не жаңалық? Мынау. Бұл не? Рация ғой, мен мұнымен съезға шыға алам. Қалай шығып жатсың? Қазір. Прием. Алло, амансыңдар ма? Полицияға хабарластық. Бізге сенбей жатыр. Қазір участокке барамыз. Жақсы. Сендерден жақсы жаңалық күтеміз. Это же отличная возможность. Мен де соны айтып жатырмын ғой. Уайымдамаңдар. Барлығы жақсы болады. Полиция участогіне барамыз ба? Олар бізге сенбейді ғой. Не болды? Мынау механика ғой. Енді? Мен тек автомат айдай алам. Әзілдемеш, айдашы тез. Айдай алмайым. Бір нәрсе таптыңдар ма? Жоқ, сен тез Сұлтан. Таппадым. Тездетейік, уақыт кетіп жатыр. Бізге уақыт туралы ешкім айтқан жоқ. Тез іздейік. Таптыңдар ма? Таптық. Мініңдер. Тұрсыңдар, мініңдер тез. Қазір полицияға барған соң не дейміз? Бізді бала ғой деп менсінбейтін шығар. Ол жағын білмеймін.
Алло. Алло. Балалардан бір хабар бар ма? Әзірге жоқ. Сабина, сен балалармен байланысып отыр. Егер қандай да жаңалық болып жатса, маған хабарын бер. Түсінікті ма? Түсіндім. Не дейді? Полицияға қой, балалармен байланыста отыруымды өтінді. Йоно, күшті жаңалық қой. Бар, отырыңдар ана жерге. Сендер қайдан жүрсіңдер? Жай ішіміз пысып, сенің жағдайыңды білейін деп келдік. Онда кете берсеңдер болады. Мен жақсымын. Қатты әзілдеп қоясың ба не? Солай десек те болады. Ең болмаса бізді көргеніне қуаныш шығарсың. Жарайды, қуана салайын. Қалай барып қайттың? Жақсы. Мыналар кімдер? Өздерінің достарын құтқарам деп ұстап қойды. Немене жетіс күліп жатсың? Гүлназ, не істедіңдер? Ойнақ қайттық, басқа не істейміз? Тәтті жеп қайттық. Сендер мені тастап кетеді деп ойладың. Ой, айналайын, ата-анаңа жауап беретін желание жоқ. Тастап кетуге болатын еді, просто алдымыздан шыға ма деп ойладым. Күлкілі. Басқа не жаңалық? Бізде рация бар. Рация? Тыныш. Алихан, сен неге тұйықсың? Я сам не знаю. Барлығымыздың арамызда сен ең үлкен сияқтысың ғой. Бізді алдыға сүйреп, жігерлендіретін адамсың ғой. Бірақ бәрібір саған сенеміз. Я тебя понял, но нужно время. Прием. Біздің қасымызда бір завод бар. Түсіндім. Қалада бірақ складтың қасында завод бар. Мен қазір полицияға хабар берем. Алло, Дастан аға. Қыздар, жігіттер, рация байланысқа шығып жатыр. Балалар, сендерге полиция жақындап қалды, дайын отырыңдар. Қайдағы дайын отыру? Біздің қолымыздан не келеді? Сені қолдайын, тыныш отырайық. Мы что, так и будем сидеть? Он всего лишь один, а нас человек 10. Если мы все объединимся и будем действовать как один, то мы сможем его одолеть. Қосылам. Ешнәрсе түсінбедім, бірақ жақсы айттың. Біз не істейміз? Будем действовать так. Встанем туда. Кім бар? Кім бар мына жерде? Босатыңдар мені. Босатыңдар! Босатыңдар!
Тыңдап тұрмын, жолдас полковник. Иә, операция өте сәтті аяқталды. Барада қолға түсті. Иә, түсінікті. Полицияға звондап жатыр. Алсайшы енді. Алло. Ашып қойшы тосын. Аға, операция қалай болды? Қыздар, барлығы сәтті өтті. Негізі барлығы сендердің арқаларыңда. Рахмет сендерге. Өскеннен кейін полиция қызметкері болыңдар, өсіп көмектесем. Ол жаңа ойлана жатармыз. Ойланып көріңдер. Жарайды, сау болыңдар, қыздар. Аман болыңдар, үлкен рахмет сендерге. Үлкен іс бітірдік. Иә, может үлкен болған кезде полиция қызметкері болып кетемін ба? Полицияға бізді құтқарғаныңыз үшін рахмет. Сендер рахметті маған емес, менімен үнемі рация арқылы байланысқа шығып отырған, мына өздерің сияқты достарың айтыңдар. Мәссаған сулар ма не? Иә, әрине, олар менімен үнемі байланыста отырды. Біз оларға рахмет айтуымыз керек. Олардың мекен жайын білесіз бе? Әрине білем. Можно вопрос? Иә? Кто этот человек, который нас украл? Балалар, сендер Барада деген лақап-атпен біздің қаламызға танымал болған қауіпті қылмыскерді қолға түсіруге өз үлестеріңді қостыңдар. Сендерге үлкен рахмет айтамыз, алғысымыз шексіз. Өздеріңдей ер жүрек ұлдарды, қыздарды тәрбиелеп өсірген ата-аналарыңа да шексіз алғыс білдіреміз. Осындай ер жүрек балаларымыз бар кезде біздің еліміздің болашағы жарқын екеніне ешқандай біздің күмәніміз жоқ. Рахмет сендерге балалар, аман болыңдар. Рахмет. Операция өте сәтті аяқталды. Қажет болса хабарласармыз тағы да. Ей! Айтқандай анау флешканың ішінде не бар өзі? Ештеңе? Бала кездегі суреттерім. Жақсы.